Әкеміз Құрманқұл Қойлышұлы мен анамыз Аққаша Шақантай қызын сағынышпен еске аламыз. Құрманқұл Қойлышұлы 1936 жылы туылып, 2009 жылы дүниеден өтті. Аққаша Шақантай қызы 1936 жылы туылып, 2005 жылы дүниеден өтті. 1956 жылдың қыркүйегінде Семей облысы Үржар ауданындағы шағын қоныс Егінсу ауылына Жамбыл қазіргі Тараз қаласындағы педагогикалық училищені бітіріп келген сұңғақ бойлы сұлу жігітті әкеміз Құрманқұл Қойлышұлын ауыл халқы қуана қарсы алды. Көш жігері тасыған жас ұстаз білімді ғана емес, өнерлі де болып шықты. Домбыраны күмбірлете шертіп, боз кілемде белдескенде талай мықтының жауырын жерге тигізді. Жұбайының соңынан бір жылдан кейін келген Жамбыл педагогикалық училищесінің түлегі Аққаша Шақантай қызы да біліміне, көркі мен өнері сай маман болып шықты. Қос ұстаз өзінің 9 баласына қоса бүкіл ауыл баласына ұстаз болды. Күндіз күні бойы балаларды оқытса, кешкі мектепте олардың ата-аналарына, Қытайдан енді өткен қандас бауырларға жазу сызуды үйретті. Өнерлі 2 жас балаларды білім нәрімен сусындатып қана қоймай, өнерге де баулыды. Ән айтқызып, би билетіп, домбырада, баянда, мандолинде ойнауды үйретті. Поштамен сонау Мәскеуде мандолин, баян, скрипка алдырып, бұл аспаптарды ойнауды алдымен өзі үйреніп, сосын балалары мен шәкірттеріне үйретті. Спортпен де достастырды, дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ ойнауды үйретіп, күрестіріп, жарыстырып, шаңғы тепкізіп, шанақтарды. Қос ұстаз өздері уыздай жас кездерінде имене есігін ашқан білім ордасы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте табан аудармастан жарты ғасырға жуық ұстаздық етті. Басында 4 жылдық қана болған мектептің уақыт өте 8 жылдық, одан кейін орта мектеп болғанының басы қасында жүрді. Білім ордасының өсіп өркендеуіне орасан зор үлес қосты. 50 жылға таяу уақыт ішінде 1000-нан аса шәкіртті тәрбиелеп шығарды. Ауыл арасында бүкіл ауылдың ұстазы деген атқа ие болды. Ата-ана ретінде балаларына жақсы тәрбие, білім беріп, 9 баланы ешкімнен кем қылмай жеткізді. Перзенттік парыздарына да адал болды. Әкеміз анасын жалғыз тастамай, сонау Жамбыл облысынан Семей жеріне көшіріп алып келді. Анасы о дүниелік болғаннан кейін туған жеріне көшпей, анасы мәңгілік мекен тапқан жерде қалды. Ал анамыз Аққайша болса, ата-анасының ұлы жоқтығын білдірмей, барынша қарасып, жарық дүниемен қош айтысқанда да арулап көміп, мәңгілік мекендеріне аттандырды. Анамыз отан, қоғам алдындағы парыздарына да адал болып, жұмыстарын абыроймен атқарып, шәкірттерінің білімді болып өсу үшін барын салды. Анамыз ұзақ жылдар бойы аудандық кеңестің депутаты да болды. Әділетсіздікке тап болған ауылдастың бәрі анамыздан көмек сұрайтын еді. Ал әкеміз ешқашан байлыққа, атаққа қызыққан емес, өзіне, біліміне сенімді жан болатын. Біздің байлығымыз біліміміз бен балаларымыз, оқытқан шәкірттеріміз дейтін. Бар ғұмырларын келешек ұрпаққа арнады. Шәкірттерім балаларым оқысын, білімді болсын, биіктерден көрсін деп барын салды. Және сол еңбектердің өтеуін
еш сұраған емес. Әке көрген оқжонар, шеше көрген томшер демекші, ұрпақтарының көбі ата-аналары мен ата-әжелерінің жолын қуып, ұстаздықты таңдады. Қойлышевтар әулетін мұғалімдер династиясы десе де болғандай. Үлкен ұлдары Үмбетқұл Құрманқұлұлы, математика ғылымдарының кандидаты, доцент, ұзақ жылдар бойы қазақ білімінің қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұстаздық етті. Республика бойынша өткен жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы 2021 байқауының жеңімпазы. Қазіргі таңда ғылым ордасында математика және математикалық модельдеу институтының жетекші ғылыми қызметкері. Қыздары Гүлнар мен Айкүміс, немерелері Жалғас пен Мейірбек, жиен немерелері Марал, Айгерім, Ренат, Меруерт мектепте ұстаздық етеді. Майра мен Серікте ұстаздықтан жырақ кете қойған жоқ. Майра ұзақ жылдар бойы балабақшада тәрбиеші болса, Серік Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазы оркестрында 40 жыл бойы домбырашы болып қызмет етіп қана қоймай, мектепте оқушыларға домбыра үйретумен келеді. Әкеміздің домбырашылығы ұлы Серікке қонды. Серік Құл Құрманқұлұлы қазақ музыка өнерінің ұлы тұлғасы, күйші, сазгер, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің шәкірті. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Жақында Алматы қаласында ұстазға тағзым атты жеке шығармашылық кешін өткізді. Қос ұлы ұстаз, Асқартаудай әкеміз Құрманқұл мен аяулы анамыз Аққайшаның мәңгілік мекеніне аттанғанына да 20 жылға жуық уақыт болыпты. Қазіргі таңда әкеміз бен анамыздың 9 ұл қызынан 25 немере, 50-ден аса шөбересі бар. Әкеміз бен анамыз тамырын тереңге жайған алып бәйтеректей. Жыл өткен сайын ата-анамызға деген сағынышымыз еселеніп, әкеміз бен анамыздың айтқан ақылы, жарқын бейнесі жадымызда одан сайын жарқырай түскендей. Әке, өзіңді сағынып еске аламыз. Ата-ананы ұлықтау бізге парыз. Жапырағың жайқалып бәйтеректей, шөберең жүр асыр салып алаңсыз. О дүниеде тілек тілеп жүрсің бе? Аман бол деп айналайын шөбере. Нәби Инсар Елжас Қасым асыр сап, бабаларын еске алады бүгінде. Анамның да тілеуі сол білемін, аяуланам кеңеді ғой жүрегің. Шаң жуытпай перзентіңе әрдайым, өз жаныңды беруге де даярың. Ата-анама нәсіп етші пейішті, деп тілейміз бір Алладан үнемі. Қабыл етер хақ тағала жаратқан, пендесіне білім шашын таратқан. Қол жаяйық барша халық жиналған, қабыл болсын дұға тілек берген ас. Ұрпағына жар бола көр жаратқан, сақтай көрші бар жамандық жаладан.